Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай скрабпен бөлісемін. Бұл қолтықтан жағымсыз шыққан иістен арылу жолына көмектеседі. Бұны аптасына 5 рет жасаған тиімді болып келеді. Жарты қасық ас содасы, қант және 1-2 тамшы су қосасыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін бірінші қолыңызға жағып тексересіз, аллергия ештеңке жоқ па. Одан кейін 1 минуттан кейін жуып тастау керек. Қолыңызға жаққанда да қатты үйкемей, ақырын үйкеп жағу керек. Қызарып кетпеу үшін. Қолыңызға жаққанда 1 минут ұстайсыз, одан кейін жуып тастайсыз. Мен күнде таңертең қолданып, осылай жағымсыз иістен құтылдым. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.